Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын шоколадты пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Бұл пирогтың ешқандай торттан айырмашылығы жоқ, жесеңіздер ауызда еритін болады. Менің каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар, сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал кеттік ендеше бастаймыз. Алдымен құрғақ ингредиенттерді қосып аламыз. Ұнымызға какаоны қосамыз және разрыхительді қосып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал енді құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны салып аламыз. Жұмыртқа бөлме температурасында болғаны дұрыс. Үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен 2 есе ұлғайғанша араластырып аламыз. Яғни 4-5 минуттай жақсылап араластырамыз. Сол кезде біздің қантымыз еріп, осындай әппақ массамыз дайын болады. Енді осы массамыздың үстіне жылы айранды құямыз және ерітілген сары майымызды құйып, тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жасалуы өте оңай, құрамы да қарапайым. Құрамын описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Енді осы сұйық массамыздың үстіне бағанағы ұн, какао, разрыхительді илектен өткізіп қосатын боламыз. Барлығын бірден қоса салмаймыз, теңдей етіп 2 бөлікке қосып, лопатканың көмегімен жоғарыдан төменнен жоғарыға қарай жақсылап араластырып аламыз. Достар, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар, сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көресіздер. Мінекей достар, бізде осындай сұйық массамыз дайын болды. Қаймақ тәрізде сұйық болады. Енді формамызды алдын ала дайындап аламыз. Менде 20 диаметрлі форма. Кішкене ішіне сары май жақтым. Енді осыны массамызды құйып, алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Осы сұйық массамызды құйып аламыз. Және осылай видеодағыдай 1-2 мәрте сілкіп аламыз. Сол кезде арасындағы ауалары шығады. Қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Шамамен 30-35 минутта пісіп шықты. Піскен, піспеген осылай шпажканың көмегімен тексеріп алатын боламыз. Бисквитіміз суығанша енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін салқын 33%-ық сливкидің үстіне ерітілген шоколадты қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте дәмі керемет, осындай қою шоколадты креміміз дайын болады. Керемет дәмі болып шығады. Енді жаңағы пирогымызды суытып аламыз. Осындай тарелкаға, ыдысымызға салып, бетіне бағанағы кремді осындай кондитерлік мешокқа салып, осылай сәндеп алатын боламыз. Негізі сәндеу қалауларыңыз бойынша жай пирогты өзін жей берсеңіздер де болады. Мен осылай креммен сәндеп шықтым. Бетіне арнайы присыпканы септім. Қалауларыңыз бойынша түрлі жеміс жиде қойсаңыздар да болады. Мінекей достар, біздің шоколадты пирогымыз толықтай дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Ешқандай торттан айырмашылығы жоқ. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.